Достар, сәлем. Бүгін артымда сіздермен күлше нанның, яғни лепешкидің рецептімен бөліскім келеді. Өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Мінекей рецептісі скрин жасап сақтап алуларыңызға болады. Бізге қажетті заттар: ұн, сүт, сұйық май, су, аштығы және қант пен тұз. Барлығын бір ыдысқа құйып аламыз. Сұйық май, менде бөлме температурасында, сүт салқын, ал суымыз ысқылтым. Сонда барлығын араластырған кезде ол араласқан сұйықтығымыз жылы болу қажет. Соны міндетті түрде ескеруіміз қажет. Яғни барлығын араластырған мезгілде салқын немесе ыссы болып кетпеу керек. Қан жылым болу қажет. Енді қант саламыз, аштығыны саламыз және барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Және бір 10-15 минутқа кішкене қоя тұрамыз. 15 минуттай уақыт өтті, аштығымыз кішкене көтерілді. Және тұзды саламыз үстіне. Және ұнды біртіндеп салып қамыр илейміз. Ұнды осылай біртіндеп салып отырып илейміз қамырды. Бірден салып жібермейміз, себебі ұнға байланысты кейбір ұндар жеңіл болғандықтан көп мөлшер қажет болады. Неке бізде 1 килограмм 200 граммдай ұн пайдаландық осы қамырды илеу үшін. Барлығын описанияда қалдыратын боламын, толықтай рецептін. Қамырымыз дайын болды. Енді көтерілу үшін қамырымыз 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Міндетті түрде бетін жуу қажет. Мінеке қамырымыз көтеріліп кетті. Менде 1 сағаттан асып кетті, 1,5 сағаттай тұрды. Сондықтан осылай ыдысынан шығып кетті тіптен. Енді бөлеміз 120 граммнан бөлеміз қамырды және осылай доңғалақтап түйіп аламыз. Арасын ашып осылай дайындап алдық. Енді қолымыздың көмегімен баспаймыз көтерілген нанды, тек ортасынан басып дөңгелектеп дәл видеодағыдай формасын келтіріп аламыз. Дәл осылай барлық нанымыздың формасын шығарып аламыз. Енді осылай қалдыруға болады, немесе осылай лезвияның көмегімен жан-жағын осылай кесіп әдемілеуге де болады. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Бірінші жан-жағына жағып аламыз, содан кейін барып ортасына жағамыз. Сонда жұмыртқаның сарысы ортасына келіп жиналып қалмайды. Алдын ала қызып тұрған пеште 180-200 градуста пісіріп аламыз. 25-30 минуттай піседі. Мінеке бірінші партиямыз пісті. Дәл осылай барлық нандарымызды пісіріп аламыз. Өте жұмсақ және ерекше иісі керемет. Мінеке бөлгенде де көрініп тұр, өте жұмсақ болып піседі. Дәмі де өте ерекше. Достар, жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Менің арнамда сондай-ақ басқа да нан түрлері, тәтті тағамдардың түрлері, бірінші, екінші тағам түрлерінің рецепттері өте көп. Сіздерге көруге кеңес беремін.